Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қамыры керемет болып шығатын, жыртылмайтын, езілмейтін, өте дәмді, бүтін болып шығатын мантының рецептін ұсынатын боламын. Бұл тағамды біз отбасымызбен жақсы көреміз. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі суымызды ыдысымызға құйып аламыз, үстіне тұзымызды саламыз және бір жұмыртқаны саламыз. Содан соң 1-2 ас қасықтың көмегімен сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды алдын ала електен өткізіп, шетінен қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын, тығыздау қамыр болуы қажет, жұмсақ болса болмайды. Сондықтан барынша жақсылап қамырымызды илейміз. Мен осылай алып, жамамен бір 5-10 минуттай июн қандырып, жақсылап осылай илеп аламын. Қамырымызды неғұрлым жақсылап илесек, соғұрлым қамырымыз тез жайылады және бір тегіс болып шығады. Мінекей барлығын жақсылап илеп алдым. Қатты емес, орташа тығыздықта. Енді маечкаға салып алып, 10 минут шамасында бетін жауып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қайтадан алып, қамырымызды илейміз, кішкене жұмсарады және осылай тағы да 2-3 қайтара жақсылап илеп жіберсек, біздің қамырымыз теп-тегіс болып шығады. Енді осы күйінде тағы да бір 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Менде тартылған ет, үстіне пиязды ұсақтап турап саламыз және қалауларыңыз бойынша картоп салсаңыздар да, асқабақ салсаңыздар да болады. Бізге тойымды болу үшін үнемі осылай картоп қосып саламын және татымына қарай тұзымызды саламыз, қара бұрышты саламыз және кішкене сұйық майды құямыз және осындай мантыға арналған приправаны қосып, барлығын жақсылап, тұзымыз араласқанша, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Араластырмай қалған кезде кейбір жерінде қара бұрыштар қалып кетеді, сондықтан дәл осылай барлығын біркелкі қылып араластырып алғанымыз жөн. Мінекей біздің осымен начинкамыз да дайын болды. Ал оған дейін біздің қамырымыз июі қанып, әдемі болып тұрды. Енді тағы да бір қайтарып жібереміз. Содан соң пышақтың көмегімен теңдей етіп 2 бөлікке бөліп аламыз. Қараңыздар, біздің қамырымызды арнайы сіздер үшін осылай көрсеттім. Арасы бір тегіс болып шықты. Июі қанбаған қамырдың арасы тесік-тесік болады. Дәл осылай тегіс қылып алып, 2 зуала қылып аламыз. Бір зуаланы маечкаға салып аламыз да, екіншісін жайып алатын боламыз. Басында осылай қолымыздың көмегімізбен кішкене жазып аламыз. Содан соң ұнымызды себе отырып, оқтауменен жазамыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Барлығын осылай басында осылай оқтауменен бір жазып аламыз, содан кейін ғана оқтауға орай отырып жайып алатын боламыз. Қамырымыз неғұрлым жақсы жайылу үшін қамырымызды қатты баспаймыз, өз еркіне жіберіп, тек екі шетін баса отырып, жай-жай осылай қамырымызды оқтауменен жаямыз. Міндетті түрде арасына кішкене ұнымызды себе отырып, қамырларымызды жайып алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің және қыстық банка жабулардың рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және WhatsApp желісінде де достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Қамырымызды жақсылап жайып аламыз, асықпаймыз. Мінекей ұнымызды себе отырып, екі шетін баса отырып, дәл осылай қамырымызды жайып аламыз. Мінекей қамырымызды барынша жұқа қылып жаямыз. Астындағы сызықтары көрініп тұр. Осылай жұқа қылып жайып алдым. Енді оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай жасап, осылай дайындап аламыз. Енді осы оралған күйінде жақсылап түзулеп алып, пышақтың көмегімен теңдей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне қалдырсаңыздар болады. Енді ұзынша қылып кесілген қамырларды бірін үстіне бірін қойып, осылай дайындап аламыз. Содан соң тағы да пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Кейбіреулер сызғышпен өлшеп тегістеп алады. Мен көз мөлшерімен осылай қолымды қоя отырып, барлығын жасап алдым. Енді қамырларымыздың барлығын біркелкі қылып жайып шығатын боламыз. Мен барлығын бірінші жайып аламын дастарханға, содан соң арасына начинкамызды барлығына салып аламыз. Енді мантыларымызды түйетін боламыз. Біздің отбасымыздың сүйікті тағамдарының бірі манты, сондықтан мантыны жиі жасауға тырысамын. Енді қамырларымызды дәл видеодағыдай түйеміз. Әр өңір әртүрлі түйеді. Мен дәл осылай арасына саусағымды қоя отырып, әдемі шығу үшін дәл осылай асықпай түйіп аламын.
Мінекей біздің мантыларымыз біркелкі болып шығады. Ешқандай өлшемей-ақ дәл осылай жасай беремін. Енді барлық түйіп алған мантыларымызды алдын ала ыдысымызды майлап алып, барлығын біркелкі қойып, біркелкі қылып тізіп шығатын боламыз. Осы уақытта суымызды алдын ала қайнатып аламыз. Мінекей мантыларымыз барлығы дайын. Енді ыдысымызға салып, бетін жауып 45-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Қараңыздар, біздің мантымыз пісіп шықты, өте керемет біркелкі болып шықты. Ыстық күйінде де, суық күйінде де ұсына берсеңіздер болады. Қараңыздар, ешқандай жабыспайды, қамыры қалың емес, біркелкі әдемі болып шықты. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Бетіне қалауларыңыз бойынша соуспен, түрлі салаттармен, подливтармен ұсынсаңыздар да тіпті керемет болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.